бір жерге барғанбыз тағы бір жерге келдік. Біздің алғын жоқ, поэтому кеттік. Закинемся мороженое наш не удивляется мороженое албат, короче. Знаете, дыня мен мороженое расон жеп шыққалы. Ерде блини пісірайын деп жатырмын. Міне менің блинимнің еп жасағаным. Енді машетке салат жасап қойдым. Іште блины. Қапқан кек возможно жасаймын, жасамаймын. Қазір мен зарядка маз болып тұр, сол үшін көп түсіре алмайтын шығармын. Мен бірақ бұны шортсқа, ютубқа обязательно салатын боламын. Міне мен мына жерде жасап жатырмын. Міне пісті. Аударамыз қазір. Ас жазғармын алып. Көп қиған сияқты едім. Іште салат, іште бір блины. Қатақ пісірам. Көп әлі біреу пісірдім. Міне әлі көп бар. Қапсырамын. Тағы. Қаны бош көзі ішін деп отырмын. Әдемі блинчиктерім шықты. Ерде кеспе көже ішіп отырып, такой большой персик. Мынандай өріп, мынандай алмалар. Мынаны жеңіліп жейміз. Біз мороженое алдық. Ерде тағы Үй қарағым. Жердің астынан шыққан судан қараңғы, таудағы су күшті. Достар, біз уже жиналып жатырмыз. Қазір кетіп қалды бағана. Енді бізде нетіп жатыр, өзіміздің артымызға заттарды тиеп алдық. Тағы да заттар бар оларды. Ертең тағы бір газельмен келіп алып кетеміз. Дәу олашы заттар бар. Осындай бір қазақтың мақалы бар ғой. Кедей болсаң көшіп көр дегендей. Бірақ біз кедейміз. Бірақ көшкенің қиында. Әр адамға көшкен қиын ғой енді. Осылай бортшытым шығып жатыр. Машинада отырмыз. Қазірге мынау машинаның багажын көрсетем. Біз еще тағы бір КамАЗ сияқты бір пәле дәу машина бар ғой. Анау типа магазиндерге әкеледі ғой. Дәу, чтобы заттар тасиды ғой. Продукты. Сондай машинаға соны аты не еді? Ұмытып қалдым. Соған тиеп алып кетті. Қазір сіздерге мен енді мынау нені көрсетем, багажымызды. Короче, мынаның үстіне отырып алыпты. Мына шетте отырған жаңа. Мына шетке қайтын кет қапты. Міне қараңыздар, мыналардың бәрін осылай салып алдық. Короче, бір жерге тоқтадық, аялдамаға. Әке кіріп кетті. Неге кіріп? Кір? Неге келіп жатсың көрдім? Шай мында соғылып қойын ба? Иә. Макс шай жоқ па? Макс шай жылылау екен. Қайсыны алайын? Қандай дәммен алайын? Мен ала бер. Жоқ, мынаны аламыз кеп. Ha? Нормально жылып келеді ғой. Чай су бар ғой? 5 литр бар. 5. Бутылка бар ғой, құйып аламыз, 5 литр бар.
Холодильниктің ішінде тұр. Даже не бар көремін. Салфетка, пирожки алдық. Машина салып. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, сау болыңыз. Камераны жеп аламын. Ал, жолдас. О, Достар, ане біздің үй. Бірақ мен сіздерге бұны жеке бір видео қылып салам. Типа үйіме образ, короче, рум-тур қылып емам. Ане, ше отырмыз. Ал біздің грузовик кашсаттарының бәрі. Достар, бізден ертең мен үстел жасағам, сол үстел түсірген болатынмын. Бұны әдемілеп осылай класс деп жатырмын да. И потом мына жақтарда мен уже сіздерге бұларды потом неде рум-тур деген видеом шығады жекеп каналымда. Сол кезде көрсететін тура айтып жаттым. Сосын осы сіздердің көргеніңізде тура осылай бардактарыңыз боламы? Біздің үйде осылай бардак очень күшті, вообще көп болды. Бардак деген вообще көп болған. Потом соны айттым мен. И солай, короче, кете берді. Көп айтқан сияқтым ғой, что там? Білмеймін, не айтып жатқанымды уже міне ертелерден. Ладно, пока. Солай. Ой, не пока, короче, прозамен көзесін боламыз. Осыдан кейін бізге Бағи апа осындай көже беріп жіберіпті, өте дәмді болыпты. Бағи апа, сізге көп рахмет. Біз енді көшкеннен кейін тамақ жасап үлгермедік, сол үшін осы көжені іштік. Мына жақта мен төсегім өте әдемі қылып жасап қойдым, короче. Күшті әдемі болып тұр. Тартпалардың ішін ашып көрсеттім. Біз вообще, мен вообще киімдерімді салған жоқпын негізінде. Вообще, анерде жаттым. Мен қазір сіздерге бұл видеоны сағат 12-ден 28-ге дейін монтаждап отырмын. Мына шет сұлтан төсегі өте әдемі, идеально жасаған. Ал ағам төсегінде жастығы шығып уже жастық. Келесте базарға барады ғой, сол кезде алатын боламыз. Нормальный постель, либо жастық. Анаған кішкентай жастық. Короче, кембірен алатын боламыз. Мен бар ғой, аудиом записім өшіп қапты, сол үшін осылай запись айтып отырмын. Менімен бірге до конца болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Всем пока.